Құрметті мотосүйер қауым, алдарыңызда LTM компаниясының ең алғашқы 250 кубтық трициклін қарсы алыңыздар. Екінші размерлік дөңгелек, усиленный амортизатор, барабандық тормоз және де алдыңғы лобовойында дворник, екі жағында шырақ шамдары орналасқан. Тұрғандарыңыздай кабинканың ішінде мотоциклдің алдыңғы бөлігі орналасқан, сыйымдылығы 16 литр, щиток приборы барлығы осында орналасқан. Дворникті да қосып жақсаңыз болады. Арқаңыз ауырмасы үшін жайлы матрас орналасқан. Алдыңызда темірден қапталған магнитофон, сонымен қатар екі жағында қосымша прожекторлар. Кабинканың ішінде екі жақтан орналасқан темірден жасалған багаж бар. Бұның үстіне адам отырса болады. Және де ішін ашсаңыздар осындай объемды багаж шыға келеді. Бұның ішіне саймандарыңызды салсаңыздар болады. Және де әйелдеріңізден тыққан ақшаларыңызды салып қойсаңыздар болады. Қалтқышы 250 кубтық штанговый мотор, жапондық карбюратор PZ30 орналасқан. Машина сияқты алдыға да және де артыға да жүре алады. 5 скорості бар, сонымен қатар қауіпсіздік үшін ручник орналасқан. Өздеріңіз көріп тұрғандай усиленный рама өте сапалы жасалған және де ешқай жерінен кесілмей толықтай бекітілген. Ал моторды салқындатып ұстап тұру үшін